Әже есікті ашқанда қасқырды көріп таң қалып қалады. Әже қорықпай тез шкафтың ішіне жасырынып үлгереді. Ал қасқыр болса әженің көзілдірігін киіп төсегіне жата қалады. Сәлден соң әжесінің үйіне қызыл телпек келеді. Ол әжесінің жанына жақындайды, даусына таң қалады. Әже, сенің құлақтарың неге үлкен? Сені есту үшін. Әже, сенің көздерің неге үлкен? Сені жақсы көру үшін, дейді қасқыр. Сол сәтте үйдің жанынан мейірімді отыншы өтіп бара жатады. Ол терезеден қарап бір нәрсені байқайды. Ол үйге кіріп, қасқырды ұялтып бәрін тоқтатады. Қасқыр сасқаннан «Осын сый», дейді. Содан әже шкафтан шығып немересін құшақтайды. Ал қасқыр болса қателігін түсініп, кешірім сұрайды. Кешіріңдерші, мынау сендерге, дейді. Барлығы бірге шай ішіп, жаңа жылды қарсы алады. Жаңа жыл мейірім мен жақсылықтың мерекесі. Жаңа жылдарыңмен. Балақай, ұнаса каналға жазыл.